Сәлем достар, баршаларыңызға, сіздермен бірге Арайлым. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің күнделікті жасайтын мейкап, яғни макияжбен бөліскім келеді. Әрине мен визажист емеспін, бірақ өзім оңай әрі дұрыс жасалу жолын үйреніп алған болатым, өзіме жарасатында. И мүмкін сіздерге де қажет болып қалар, сондықтан сондай оймен бөліскім келеді. Және осы жылға қойған пландарымыздың, армандарымыздың, мақсаттардың қалай дұрыс орындалу жайлы мотивациялық видео болмақ. Яғни мен кеше ғана осындай видео көрген болатымын. Маған өте қатты ұнады, сондықтан сол материалмен мен сіздермен де бөліскім келеді. Жалпы ең бірінші мен бетімді пенкамен жуып алдым. Енді пенкадан кейін міндетті түрде тонер қолданамыз. Тонер бұрынғы видеоларында да менде осы тонерді көрсеткен болатын. Пока что әлі біткен жоқ, сондықтан до конца бітіргенше осы тонерді қолданамын. Яғни бұл бетімді жуғаннан кейін бірден осы тонерді бетімізбен сүртіп аламын. Маған осылай ватный дискпен сүрткен ыңғайлы. Ватный дискпен сүрткен ыңғайлы. Немесе былай қолға жағып сүртуге де болады. Яғни бұл тонер біздің бетімізді келесі этапқа дайындайды. Яғни тонерден кейін мен обязательно сыворотка қолданамын. Қазір қыс мезгілі болғандықтан бетіміз құрғақтыққа өте жақын болады. Сондықтан міндетті түрде сыворотка қолданамын. Ал тонерден кейін сыворотка өте жақсы жағылады бетке. Жалпы кеше бір видео көрген болатымын. Негізі арманың мақсаттарына қалай жету жайлы. Көп адамдарда басында бір күндік мотивация болады. Одан кейін ол мотивация жоқ болып кетеді. А потом ол адам істеп жатқан жұмысын бәрін қойып, обычный өміріне келеді. Сыворотка дәл сол синтелла. Яғни тонер мен сыворотка менде екеуі бір брендкі. Менің тип кожама келеді. Тип кожама келеді. Жалпы сетап менде ол көздің айналасына арналған крем. Өте жақсы крем, маған қатты ұнайды, жақсы ылғалдандырады. Яғни көздің айналасына арналған нежный крем. Бағасы да онша қатты қымбат емес. Күнделікті қолданғанға өте жақсы. Маған ұнады. Мына Альба деппін ғой, Дальба деген крем бар ғой. Соған қарағанда осы крем маған көбірек ұнады. Жалпы кешегі мен көрген видеом бойынша мотивациялық түсінгенімді, негізі когда біз армандаймыз бір затқа қол жеткіміз келеді, оның барлығын жазу керекпіз. Күнделік өзіңізге дәптер немесе күнделік арнаңыз, және оның барлығы бір емес, бірнеше күнделік алу керек. И каждый күнделікте әртүрлі бағытта қолдану керек. Например, бірінші күнделікте чисто сенің қазіргі өмір сүріп жатқан не үшін сен Аллаға рахмет айтасың да, соған байланысты жазу керек. Осындай, мысалы, күнделікті жеп жатқан тамағың үшін, немесе киіп жатқан киімің үшін, тауып жатқан табысың үшін, немесе жалпы неге рахмет айтасың, соның барлығын жазу керек. Ол күнделікті, например, шүкіршілік күнделігі деп атау керек. Екінші күнделікте чисто армандар ғана жазу керек. Армандарды және жазған кезде жасқа байланысты жазу керек екен. Например, 30 жасқа дейін, 30 жастан 50 жасқа, 50 жастан 100 жасқа дейінгі аралықта. 100 жасқа дейінгі, яғни 100 жасқа дейінгі сен не армандайсың, сол армандардың барлығын жазу керек. Например, сен егер қазір мен жасым 31-де болса, 31 жасында мен нені армандаймын да, соларды жазамын. Потом одан кейін 32 жасында сол сияқты әр жасқа сәйкес, мысалы 50 жасқа келген кезде сен қандай армандарды, нені армандайсың, 50 жасқа толған кезде сен өзіңді қалай сезінгің келеді, соны жазу керек. Ол чисто бір күнделік, чисто армандар үшін. Мысалы 80 жасқа келген кезде сен не армандайсың? Осылай 100 жасқа келген кезде сен не армандайсың, және не болғанын қалайсың да сен өмірінде. И сол арқылы сен миыңды программалайды екенсің. Яғни сенің миың соған дайындалатын болады. Сен сол арқылы өзіңнің денсаулығыңды күтетін боласың, және өзіңе мотивация болады 100 жасқа өмір сүру жайлы да.
жасқа дейін өмір сүру жайлы. Сен бірақ білмейсің қанша жасқа дейін өмір сүретінін, бірақ сол арқылы сен миыңды программалайсың дейді. Маған сонысы ұнады өте. Және шүкіршілік жайлы ұнады. Бұл бірінші күнделік бізде шүкіршілік жайлы, яғни Аллаға рахмет айту, қазіргі өмір сүріп жатқан қалпыңа рахмет айту, жалпы өмірінде қандай жақсылықтар бар, өзіңе рахмет айту, мысалы істеп жатқан ісіңді андай құнсыздандырмай, соның барлығын жазып отырса, ол өте жақсы қасиет екен. Маған өте қатты ұнады. И еще плюс мен қазір мысалы видео түсіремін ғой, посуда жуған болсын, кітап оқыған, торт пісірген болса, оның барлығын егер мен түсірмейтін болсам, мен құнсыздандырамын, және яғни мен оны ол пісірем и өтіп кетеді, и все, дальше ары қарай өмір жалғаса береді да. И сен өзіңді ойлайсың, мен қолымнан ештеңке келмейді, ой, қойшы, мен только бала қараймын да, и все, больше ничего. А когда сен оның бәрін видеоға түсіресің, потом кейіннен біраз оттайын қарайсың, сен қандай универсал адам екенін көресің да, и өзіңді солай бағалай бастайсың. Сол жағы маған өте қатты ұнады бұл видеода. Так, следующий этап бізде мен бүгін енді негізі SPF қолданамын. SPF крем қолданамын. SPF-тан кейін осындай база қолданамын. Так, Clinique, кажется, я правильно оқыдым ғой деймін. Бұл база менде өткен жылы. Так, былай көрсетейін. Clinique. Бұл база менде өткен жылы, жаңа жыл кезінде акциямен алған болатын. Сол үлкені және осы қасына кішкентайы келді. Екеуін қолданып жүрмін. Уже үлкені бітті, енді қазір кішкентайын қолданамын. Яғни жаққан біздің тональный крем, яғни BB кремдар өте жақсы бетті ұстайды. Бетке қатты жақсы жағылады. Өйткені кей кездері болады, база жақпаған кездері, когда бірден обычный крем жағып, оның сыртынан BB кремді жағатын болса, BB кремнің астынан мұрынның шет жақтары қабыршытанып бастайды. Оның барлығы, что база дұрыс жағылмағандықтан, база жақпағандықтан дұрыс. Или дұрыс база таңдамағандығымыздан. Сондықтан дұрыс база таңдаңыздар. Маған осы база қатты ұнайды. Мен негізі терімнің состояниесі, мұрным кішкене жирный, қатты емес бірақ. Вот Т-зона менде жирный, а қалған жерлер сухой. Қатты жирный мен комбинированный кожа болатын сияқты. А раньше у меня была сухая кожа, өте қатты құрғақ болады. Мен қазір енді сыворотка, әртүрлі кремдер қолданып кожамның состояниесін жақсы қалыпқа келтіріп жатырмын. Жирный болғанда да қатты жирный емес, блеск жоқ қатты. Наверное, нормальная кожа болған шығар деп ойлаймын қазіргі уақытта. Менде вот наш түрі купероз болатын. Мен қазір сол сыворотка, потом этот крем, витамин С қолданып, краснота кішкене болсын басылды менде. Қазір онша қатты қызыл, бетінде қызылдақтар жоқ. Базадан кейін мен келесі BB крем қолданамын. Ол менде осы Soft Slim фильтр деген. И осы черный рис екеуін араластырамын. Екеуін араластырып, потом бетіне жағамын. Так. Яғни, ол кешегі видеода тағы бір түсінгенім. Егер сен армандарың 100%-ға орындалсын десе, қазіргі өмір сүріп атқан өміріңе шүкіршілік ету. Яғни, және соны жазу. Например, әркім әртүрлі табыс табады ғой. Мысалы, мұғалім болсаңыз, ай сайынғы табысын, мұғалім емес, жай мұғалім дейгіші, мұғалім болсан, ай сайынғы табысын, например, 200 мыңда, соны жазу керек. Аллаға шүкір, менің ай сайын қазіргі табысым, осы мысалы, бүгін мысалы 13 январь, 13 қаңтар 200 мың теңге табысым, және сіздің эмоцияңызда сол кездегі, типа, қандай эмоция, смайликпен соны көрсету керек екен. И каждый раз солай жазып отыру керек. Сол арқылы сен өз шүкіршілік етесің морально, а потом сол арқылы сенің келесі табыстарын одан сайын өсей бастайды дейді. Маған сол өте ұнады. Так, менде спонжды қазірғана сол әкелдім. Және осындай чехол қолданамын спонжға. Өте ыңғайлы екен чехол. Тесік. Қарасаңыздар, когда спонж сулы болған кезде ауа кіріп тұрады, және кебеді спонжданыз. Маған осы қатты ұнады. Тоже Тимудан заказ бергем.
Екеуін енді араластырамыз. Және бетімізге жағамыз. Маған осы черный рисның BB крема өте қатты ұнайды. Бетке жақсы жағылады. Дәулет Орео шоколадын жемейміз. Андай бетте как маска эффект дейді, ондай вообще болмайды. Өйткені бұл BB крем, конечно, тональный крем емес. Но все равно андай бетті однотонный қылады, бір тонды қылады. Негізі бар ғой, мейкап жасап отырып, сөйлеген қиын екен. Либо мейкап жаса, либо сөйлеген болып тұр ғой менде қазіргі уақытта. Қазір мен бетіне жағып алайын, потом тағы сіздерге бір әңгіме айтамын. Цвет менің кожама сәйкес келеді. Подстраивается под цвет кожи дейді ғой. Сондай екеуі де, короче, екеуі де жақсы келеді менің кожама. Енді осыны қолданғаннан кейін мен нені қолданамын? Контуринг. Контуринг менде жидкая, сухая, сухой емес, осындай Rare Beauty, оқымай қойыңыз, осындай, короче. И оны вот осы жерге жағамыз, потомнан астыңғы жағына жағамыз деді. Так, мына жаққа жағамыз, мұрынға жағамыз, мұрын астыңғы жағына, мына шетке. Можно көздің шетіне жағасақ болады. Теннің орнына қолдансақ болады. Мысалы, мен теннмен онша қатты күшті жаға алмаймын. Анау, мен растушевка жасаймын, қазір күшті болады өзі. И осындай спонжды қолданамын. Контуринг жаққан кезде жақтың астына жағу керек, яғни үстіне емес. Сонда көрінбей тұрады дейді. Так. Жаңағы видеоға оралсақ, кешегі көрген мотивациялық. Негізі 2026 жыл, енді бізде жылдың енді басталып жатыр ғой. Жаңа мақсаттар жазбастан бұрын өткен жылды дұрыс қорытындылау керек, және өткен жылды жабу керек. Яғни оны жаппай бірден жаңа мақсаттарды жазып, жазатын болсаңыздар мида хаос пайда болады дейді. Яғни ең бірінші өткен жылға қалай қорытындылаймыз? Мысалы, өткен жылда сізде қандай достижение болды? Яғни қандай сіздің қай жағынан сіз өзіңізді көрсеттіңіз да? Например, мен өзімді алатын болсам, мен сен, я не знаю даже. Ойбай. Ол кісі айтады, например, өткен жылға, мен каждый раз қазір видео түсіремін да, оның бәрі негізі еңбек деп ойлаймын. Өйткені видео түсіру оңай емес. Екінің бірі түсіре бермейді. Сол видео түсіріп, мен ютубқа салып жатырмын қазіргі уақытта, я. Сол арқылы бұйыртса будущем табыс табамын да. И оны мен қазір үздіксіз салып жатырмын. Сол үшін де өзіме рахмет айтамын да. Соларды жазып отыру керек. Солай қорытындылау керек. Жаңағы видеоға оралсақ, мотивациялық айтады. Негізі жаңа мақсаттарды жазбастан бұрын, армандарды жазбастан бұрын, өткен жылғы арман мақсаттарды жауып қорытындылау керек болады. Яғни өткен жылға рахмет айтып, сонымен бәрін жауып, риза болып, содан кейін барып жаңа мақсаттарды жазу керек болады. Егер өткен жылға қорытынды жасамайтын болсан, бірден жаңа мақсаттарды, армандарды жасатын болсан, онда мида хаос пайда болады, адам шатысатын болады. Сондықтан бірінші кезекте өзіңе анализ жасау керексің. Бір жылда сенде қандай достижение болды, сен бір жылда не істедің да, қандай результат көрсеттің. Даже кішкентай мелочь болса да, соның бәрін жазу керек. И сол үшін өзіңе рахмет айту керек. Одан кейін барып жаңа мақсаттарды жазу керек. Даже өткен жыл емес, бір ай болсын, бір апта болсын, сол бір ай, бір аптаның ішінде өз-өзіңе есеп беріп отыру керексің. Сол есеп беру арқылы адам өз-өзін тани бастайды, өз-өзін дисциплинада ұстай бастайды, және сол арқылы ол адам өзінің мақсатына, ойлаған арманына толық жетеді дейді. Ең басты дисциплина, және осылай өз-өзіңе есеп беріп отыру керек. Маған өте қатты ұнады осы видеода.
Так, мен уже контуринг жақтым. Мына бетіне, мына жағы қалды. Сам себе визажист курсын мен осыдан 2 жыл или 3 жыл бұрын оққан болатынмын. Негізі бар ғой, сам себе визажисттен гөрі салонный визажист деген курсты оқығым келіп жүр. Өйткені сам себе визажист сол моментте үйреніп аласың, білесің, базовый, да. Бірақ күнделікті боянбағаннан кейін, күнделікті қолды үйретпегеннен кейін ол все равно ұмытып қаласың. Потом как бірінші мастермен отырып боянғандай болмайсың. А салонный визажист оқысақ, басқа адамдарды красить етесің, сол арқылы сенің қолың үйренетін болады. И өзіңді без проблем бояндыруға болады. Думаю, теперь с будущим салонный визажисттің курсын оқып алу. Так, менде бұл румяна. Роутка. Тоже ұнайды румяна. Так, тоже осы жерге жағады. Мен негізі осы Шымкентке келген кезде барлық косметикамды әкелген жоқ болатынмын. Негізі кисточкамен растушевка жасаған жақсы. Бірақ менде қазір только спонж ғана бар. Кисточкасын алмаппын, мен Алматыда қалдырып кеттім. Сондықтан спонжбен растушевка жасаймыз. Маған осындай кремовый текстуралар ұнады. Менің кожама да жақсы келетін сияқты. Негізі, когда макияж оққан кезде, осы макияждың курсын сам себе визажист, бірінші осындай кремовый текстурамен бетті жағып растушевка жасаймыз, одан кейін сухоймен дейді. Мен қазір сорпамды көрсеңіз. Сорпам не болды? Пудра қолданамын. Менде осы пудра Airbrush. Маған өте қатты ұнады. Пудраны осындай спонжбен жағамын. Маған өте қатты. Яғни осы спонж мен жаққан кезде пудра әдемі жағылатын сияқты. Да, однотонно прям. Пудраны көп жақпай, так как менің кожам сухая кожа болғандықтан көп жағудың қажеті жоқ. И мен когда мейкап жасаған кезде осы көздің айналасына қатты жақындамаймын. Өйткені ол жер қатты нежный жер. Только BB кремді қолданамын чуть-чуть. Бірақ қатты жақындамаймын ол жаққа. Так, следующий менде тень жағам мені. Менде осы кисточкаларды алып кеттім теньге. Басқа кисточка жоқ. Так, где мой тень? Менде осы тень. Мейкап ателье, да. Ой, негізі осы көз бояу менде ең қиын сәті. Осындай пушистый кисточка бар. Осы кисточкамен қазір ең нежный цветті аламын. Алғаннан кейін осылай кожама, қолымның кожасына керек емес тендерді осылай жағып аламын. Және қалғанын көзіме жаққан кезде қатты батырмаймын. Легкий движениемен жағам. Именно сүйек жақтар болады, сол сүйек жаққа жағу керек болады. Яғни көзге форма беру үшін. Қолыма осылай керек емесін түсіремін, қалғанын көзіме жағам. Сүйек болады көзде, сол көздегі сүйекке жағам. Қалғанын былай сыртқа, бірақ көп емес. Мына жағында дәл солай. Так, екінші. Менде осы кисточканы қолданамын. Бұл мен келесі кішкене темный цветті аламын. Жаңағы алдыңға алған цветке қарағанда кішкене темный цветті түсті аламын. Дәл солай қолыма бірінші артығын жағып аламын. Қалғанын көзіме. Енді бұл көзін жаңағы бояғанымыздан төменгі жағына жағатын болам. И көзіміздің жартысына дейін жағам. Көздің жартысына дейін жағамын. Дәл солай екінші көзге дейін.
алдыңғы мотивациялық видеоға оралсақ, ол жерде айтады, адамдар басынан өзін иногда көп кінәлағанда, ол ешкімге айтады, мен кінәлімін деп. Просто внутри өздерінде чувство вины болады. Сол туралы да жазу керек дейді күнделікке. Яғни, мысалы, өткен жылы сен не үшін өз-өзіңді кінәлайсың, өз-өзіңді сенде қандай мысалы, осыны істегенімде ғой, бірақ істемей қалдым, неге мен соны істемедім деп айтамыз ғой обычно. Вот сондай моменттердің барлығын жазу керек. Мысалы, спорт залға бармағаның үшін, немесе кітап оқымағаның үшін, бір айда, например, хотя бы бір кітапты бітірмегенің үшін, немесе тағы да вовремя уақытылы ұйқыдан тұрмағаның үшін, мысалы, допоздна до обеда ұйықтағаның үшін, мысалы, соның барлығын иногда өзіміз айтамыз, что неге бүгін ерте тұрмадым, ерте тұрсам осындай болар едім, ерте тұрсам осындай, ерте ұйықтасам. Ең бастысы ерте тұру емес, негізі ерте ұйықтау. Ерте ұйықтасаңыз бәрі так, келесім дейді на кисточкам, көрініп тұр ма? Осы кисточканы, так, менде ашықтау түсі бар, соның көзінің бастапқы бөлігіне қолданамын. Тек жағып шығамын. И легкий. И растушевка жасаймын. Легкий. И дәл солай екінші көзіме де. Так, где темный цвет только надо. Еще раз темный цвет алайын. Қолыма жағамын. Көзіме. Дәл солай екінші көзіме де. Көздің астына жағамын. Дәл солай екінші көзіме де. Тоже жағып шығамын. Так, келесі бізде қоңыр түс. Оны тоже аламын. Жағамын. Кішкене растушевка жасап жүремін. Кішкене. Так, осымен менің көзім аяқталды. Только в конце вот это пушистой кисточками барлығын жабамын. Бір рет осылай. Так, все. Теперь менде хайлайтер бар. Хайлайтер қолданатын боламын. Хайлайтер тек көзіме ғана қолданамын. Көзіні именно алдыңғы жағына қолданамын. Так, көзімді бұлда қолдандым. Так, все уже. Теперь маған көзімді бояу қажет. Яғни ернімді және көзімді. Менде осы помада бар. Маған ұнап қалды осы помада. Этот бір блогерден алған бұл. Менде еще не бар. Ресница жапсырғым келіп тұр. Менде осындай ресница бар. Каспийден заказ берген. Қанша теңге? 700 теңге тұратын. Осындай бір күндік ресница. И осындай крем алдым. Клей алдым. Золотое яблокодан. Вроде жақсы клей. Осы қазір ресницаларымызды жапсырып көреміз. Все-таки ресница жапсырған кезде көз домаланып, әдемі көрінеді. Так, попробуем.
клейін жағып алайық алдымен, а потом ресницаны өзін. Ұзындарын істемеймін, только осындай орташа және көздің шетіне емес, ортаңғы бөлігіне ғана жапсырамын. Так, айтады, осылай ресница клей жапсырғаннан кейін 1 минут хотя бы осылай тұру керек. Бірден жапсыруға болмайды. Потом барып жапсыруға болады. Так, пока көзіме қарайын, қай жаққа жапсырған кезде сразу 5-6 ресницаны жапсырасын. Бір штуктап отырмайсың. Мен жапсырған кезде көзімнің шет жағына емес, ортаңғы жағына жапсырамын, чтобы көзім домалақ болып көріну үшін. Осымен мейкапым аяқталды. Примерно осылай шықты. Как вам сіздерге менің макияжым? Вроде прикольно, да? Пойдет. Күнделікті жаққанға пойдет. Бізде Амина ұйқыдан оянды. Маған енді шашымды ретке келтірсем болды.